Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін біз Learning Apps платформасы арқылы қазір жаңа сабақтың тақырыбын шығардық. Біраз сұрақтарға жауап береміз. Балалар, бірінші сұрағымыз жоңғар хандығы қай жылы құрылды? Кім жауап? Енді соңғы сұрағымыз жоңғар хандығымен күрескен хан кім? Жәңгір хан. Өте тамаша. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жәңгір хан, қазақ жоңғар қатынастары. Балалар, біз бүгін қазақ жоңғар қатынастары туралы білеміз. Орбұлақ шайқасының барысы мен нәтижесі және тарихи маңызына баға бересіздер. Қазір аудио жазбаны тыңдайық. Саламатсыздар ма тыңдармандар, бүгін біз қазақ хандығы тарихындағы аса маңызды тұлғалардың бірі Жәңгір хан тұсындағы қазақ жоңғар қастығы туралы сөз қозғаймыз. Оның ел үшін атқарған қызметінен батырлығы әлі күнге дейін ел жанында. Балалар, бізде бірінші тапсырма топтық жұмыс көмек сайысы арқылы жаңа аудио жазбаны тыңдаңыздар. Сол жазба бойынша мына сурет арқылы өз ойларыңызды суреттейсіздер. жылдары Жәңгір хан билікке келді. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы болды. Орбұлақ шайқасы 1643 жылы болды. Осы шайқас Жетісу облысында болды. Және қазақ қолбасшысының мықты стратег екенін дәлелдеген. Самарқаннан жауын күз батыр жылан әскеріне келді. Қазақ батырларының жанкешті ұлтжанды екенін көрсетті. Бірліктің жемісін айқындады. Жәңгір хан 1629-1652 жылы таққа отырған. Алар бізде екінші тапсырма жұптық. Тапсырма бірінші топқа беріледі, елдің кадр платформасы арқылы. Орбұлақ шайқасы қай жылы және қайда болды? 1643 жылы Жәңгір тауында. Орбұлақ шайқасының нәтижесі. Қазақтар жеңді. Келесі тапсырмамыз екінші топқа тарихи тізбек арқылы Learning Apps платформасында. Біріншісі жоңғар шапқыншылығы, екіншісі Орбұлақ баланшылығының құрылуы. Тамаша. Балалар, мен қазір үшінші топ картамен жұмыс жасаймыз. Мына картаны құрастырасыздар. Осы құрастырғаннан кейін Орбұлақ шайқасының болған жерін көрсетесіздер, қай жылы болған. Содан кейін сол шайқасқа мына суреттердің ішіне қай батыр қатысты, соны құрап бересіздер маған. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы болды. Оған жоңғар шапқыншылығына қазақтар қатысты. Жоңғар өзінің 50 мың әскермен, ал Жәңгір хан 600 әскермен қатысты. Самарқаннан жауын күз батыр жылан әскеріне көмекке келді. Ал енді балалар, бізде келесі әдіс, кросс-теңіз әдісі. Мына жерде суреттер бейнеленген, осы суретке қарап, суретте не бейнеленгенін айтып шығамыз. Содан кейін дәптерлерге жазып отырасыңдар. Бірінші сурет бойынша кім жауап береді? Бірінші суретте бізде қылыш бейнеленген.